Үш әдемі қыз қарғыс атқан үйде кеш ұйымдастыруға шешім қабылдайды. Бірақ олардың үйінде күтпеген жерден ешкі пайда болады. Келесі оқиға қалай өрбігенін бірге анықтайық. Орта жастағы ер адам түнде сүйіктісімен шатырда оңаша болғысы келеді. Бірақ көп ұзамай олардың қасына шақырылмаған қонақ келеді. Оның ешкінің мүйіздері бар, қолында бензопила. Адам ешкі бензопиласын іске қосып, шатырды бөліктерге кесіп тастайды. Жараланған қыз қашуға тырысады, бірақ адам ешкі оған ешқандай мүмкіндік қалдырмайды. Сол күні таңертең екі қыз, Риз бен Мисси, жағажайда демалып, жақын құрбылары Одра туралы әңгімелесіп отырады. Олардан сәл алыста Одраның бұрынғы жігіті Даван өзінің жаңа сүйіктісі Атемді суретке түсіруде. Біраздан кейін Риз бен Мисси де суға түсуге барады. Мисси Дивонға Одраның қалаға оралып, Тапов үйін сатып алғанын айтады. Бұл жаман атағы бар үй. Үйдің қарғыс атқаны туралы қауесеттер бар. Мұндай жаңалық жігітке ұнамайды. Сол күні түсте Тапов үйіне ақ автокөлік келіп тоқтайды. Ішінен көрікті аққұба қыз шығады. Бұл Одра, ол азық-түлік салынған сөмкені алып, жаңа үйіне қарай беттейді. Үйдің ішкі көрінісі өте жайлы көрінеді. Одра мұндай сауда жасағанына көңілі толады. Ол тығырық табады, шарап бөтелкесін ашып, өзіне толы бокал құяды. Одра әкесіне қоңырау шалады, бірақ ол жауап бермейді. Қыз абайсызда шарапты төгіп алады, бірақ дереу майлықпен сүртіп тастайды. Одра жатын бөлмеге кіріп, төсектің үстіне секіреді, бірақ кенеттен еденге құлап түседі. Жатын бөлменің терезесінен шығанақтың керемет көрінісі ашылады. Қыз екінші қабатқа көтеріледі. Мұнда қонақ бөлмелер орналасқан. Терезеден ағаштардың шуылы естіледі. Одра ерекше қуанышта. Ол сыртқа шығып, шығанаққа қарай жүгіреді. Әзірге қыз жаңа үйінің маңайында біреудің жүргенін білмейді. Одра айлаққа шығып, мұның бәрі енді өзіне тиесілі екеніне қуанады. Ол көлігіне барып, заттарын алып, үйіне бет алады. Сол сәтте оған плащ киген, бетінде ешкінің маскасы бар қобыжық тап беріп, жерге құлатады. Одра тас алып үлгергенше, бұл оның құрбысы Мисси болып шығады. Жанында Риз күліп тұрады. Қыздардың осындай әзілдері бар екен. Құрбылар жағымды кездесулеріне шарап ішіп тойламақ болады. Одра байқаусызда бокалын сындырып алады да, душ қабылдауды шешеді. Кеш батады. Одра құрбыларынан душқа бокал шарап әкеліп беруді сұрайды. Мисси оның өтінішін орындағанымен бокалды абайсызда сындырып алады. Мисси де душ қабылдамақ болады. Ол радиодан музыка естіледі, бірақ радио қабылдағыштың өзі жоқ екенін байқайды. Дегенмен әуен көңілді, сондықтан ол билей бастайды. Риз Одрадан бұл үйді не үшін сатып алғанын сұрайды. Аңыз бойынша бұл жерде көптеген адам жоғалып немесе қаза тапқан. Басты кейіпкеріміз ақымақ өсектерге мән бермейтінін мойындайды. Әкесі оған бұл үйді сатып әперген, ал өзі мұнда бәріне қарамастан өмір сүрмек. Одра ірі пышақ алып, ірімшік кесіп, өзіне тағы да шарап құйып алады. Құрбылар жаңа фильм қосып, Миссиді шақырады. Бет Андреас. Достар, біз таптық. Біздің ақша тіркеуден өтудің 3 тәсілі. Бірінші, депозит үшін 750%, қосу 590 фриспин. Лайв және прематч үшін кең спорттық желі. Казино ойындарының бай таңдауы, депозиттерді сенімді және жылдам алу. Бет Андреас. Өз ережелеріңізбен ойнаңыз. Мисси төменге түсіп, олардың қорқынышты фильм көріп отырғанын байқайды. Мұндай фильмдерді ұнатпайтындықтан, ол өзіне шарап құйып, өз бөлмесіне кетеді. Бөлмесінде ол бір түрлі қорқынышты шкафты көреді, және оған жақындамауды шешеді. Жарықты өшіріп төсекке жатады. Шкафтан біреудің өзіне қарап тұрғандай сезіледі. Одра мен Риз фильм көріп отырғанда, қорқынышты сәттерде айқайлап жібереді. Олар тіпті телефондарының кенеттен дірілінен де шошып кетеді. Риз ірімшікпен пышақты алып, Одраға тыныш түн тілеп бөлмесіне кетеді. Ол төсектің астына қарап, каминді жағады, билеп алады да ұйықтауға дайындалады. Одра шарап ішіп, фильмді жалғыз өзі аяқтап көреді. Мисси ұйықтап қалады, бірақ оған бір түрлі түсенеді. Ол ескі, қаңыраған бейіттің арасында жүр. Қабір тастардың арасынан ешкі мүйізді фигура көрінеді. Көп ұзамай Одра да ұйықтайды, бірақ ұзақ жатпайды, өйткені біреудің өзіне қарап тұрғанын сезеді. Миссидің түсі жалғасып жатыр. Ол салқын, тұманды бейітте тоңып, қорқыныштан дірілдеп, әрең жүр. Одра жылырақ киініп, тағы бір бокал шарап құйып алады. Терезеге қараса, күндіз өзі алып тастаған сатылат деген тақтайшаның қайта тұрғанын көреді. Ол көшеге шығып, тақтайшаны жұлып алып, жерге лақтырып жібереді. Риз де оянып кетеді. Ол бұл үйде ұйықтау өте қорқынышты екенін сезеді. Одра оны қайта төсекке жібереді, ал өзі шкафтан виски тауып алады. Бір рюмка жеткіліксіз болып, екіншісін құйып ішеді де, бөтелкені орнына қояды.
Миссидің түсінде ешкі мүйізді фигура оның артынан үнсіз келеді. Ол артына қараса, ешкім жоқ. Бұл кезде Риздің түсі мүлде басқа, ол түсінде күліп, жақсы көңіл күйде жүреді. Алайда кенеттен оянып, көрпенің астына үрейлене қарайды. Ол киініп, одыраға барады. Шарап пен вискиге қарамастан одырада ұйықтай алмай жүр. Риз одыраға түсінде біреу оның аяғын жалап жатқанын айтады. Ол мұны одыраның иті деп ойлайды. Бірақ одырада ешқандай ит жоқ. Риздің бойын үрей билейді. Сонда кім оның аяғын жалаған? Екеуі өткір пышақтарды ұстап, Риздің бөлмесіне қарай беттейді. Бірақ бөлмеде ешкім жоқ. Жоғарыдан бір түрлі дыбыс естіледі. Қыздар екінші қабатқа көтеріледі. Мұнда да ештеңе көрінбейді. Миссидің бөлмесінде бәрі тыныш сияқты. Бірақ шын мәнінде шкафтың есігі аздап ашылып қалады. Риз бен одыра бірінші қабатқа қайта түседі. Одыра әзілдеп, Риздің аяғын егеу құйрық жалаған шығар дейді. Ризге бұл мүлде күлкілі емес, ол тіпті полиция шақырғысы келеді. Бірақ оның телефоны жоғалып кеткен болып шығады. Риз одырадан өзінің нөмірін теріп көруді сұрайды. Бірақ одыра өз телефонында таба алмайды. Ас үй шкафынан бір түрлі дыбыс шығады. Еденде сынған бөтелкенің қалдықтары жатыр. Оның жанында қыздар тұяқтың іздерін көреді. Бірақ бұл шайтан емес шығар, өйткені оның жас қыздарды қорқытқаннан маңыздырақ шаруалары бар. Одыра тағы да пышақты алып, шкафтың есігін ашады. Ас үйге ешкі кіреді. Иә, кәдімгі қара ешкі. Демек, осы ешкі шулағанда, Риздің табанын жалағанда сол болған. Бұл кезде Мисси әлі ұйықтап жатыр. Оның үстінде қараңғы көлеңке пайда болады. Ол түсінде әлі де бейіттің арасында кезіп жүр. Қорқынышы сәт сайын күшейе түседі. Одыра мен Риз ешкіні сыртқа кім қуып шығатынын талқылап жатқанда, үйлеріне бензопила ұстаған адам ешкі кіреді. Қыздар қорқыныштан сыртқа қашып шығады. Олар бұл жерден кеткісі келеді, бірақ Миссиді тастап кете алмайды. Оның үстіне көліктің кілттері одыраның ас үйдегі сөмкесінде қалып қойған. Қыздар айғайлап Миссиді оятуға тырысады. Сол сәтте түсінде Миссиді әйел ешкі ұстап алады. Мисси бар күшімен қарсылық көрсетіп, жағалауға шығуға тырысады. Одыра ең батылы немесе ең масы үйге қайта оралып, Миссиді құтқаруға және көліктің кілтін алуға бел буады. Ол Ризге 180-ге дейін санауды тапсырып, оны сыртта қалдырады. Одыра үйге кіріп, кілтті алып, екінші қабатқа көтеріледі. Ол Миссиді оятпақшы болады, бірақ құрбысы қозғалыссыз жатыр. Одыра шошып, айқайлап жібереді. Сол сәтте бөлмеге адам ешкі кіріп, өткір араны шығарады. Одыра баспалдақтан құлап түседі. Риз сыртта одыраны күтіп жүріп, газонда жүгіріп жүрген қара ешкіні қууға тырысады. Қорыққан ол кішкентай қонақ үйге жасырынбақшы болады, бірақ сол жерде тағы бір адам ешкі оны ұстап алып, жерге құлатады. Кейін оны үйге сүйреп кіргізіп, басына бензопила көтереді. Орман ішін әйелдің айқайы жаңғырықтырады. Тірі қалған тек одыра сияқты. Ол баспалдақтан құлағаннан қатты ауырғанымен, адам ешкі оны қуып келе жатқандықтан қайта қашады. Алайда ол сыртта ұсталып қалады. Одыра пышақты қолданады, араңдап құтылып, шығанаққа қарай жүгіре жөнеледі. Ол айлаққа түсіп, жағалау бойымен жүгіріп, ескі сарайдың артына жасырынуға тырысады. Адам ешкі оны іздеп жүріп, сарайға кіріп, бәрін аударып төңкереді. Бірақ одыра ағаш ескекті ұстап алып, монстрға шабуыл жасайды. Ол пышағын тағы пайдаланып, содан кейін адамның ешкінің бензопиласын тартып алып, оның басын шабады. Монстр құлап түседі. Бұл жеңіс. Осы уақытта қалалық тас жолмен сәнді сары көлік жүйткіп, тура одыраның үйіне қарай жақындайды. Бұл біздің басты кейіпкеріміз одыраның әпкесі Хейли, оның күні тым ауыр болды. Бүгін ол әкесінен айырылды, ал 3 минуттан соң күйеуі оған ажырасатынын хабарлады. Айтпақшы, қызық болса, Хейли мен одыраның әкесі фильмнің басында көрген ер адам. Ол да адам ешкімен кездесуден аман қалмады. Хейли қатты ауыр жулы, шарапты бөтелкесінен ішіп отыр. Ол одыраға қоңырау шалады, бірақ жауап жоқ. Хейли қонақ үйге қарай беттеп, есігін ашады. Іште төсекте Ризді көреді. Өкінішке қарай, бұл өте қорқынышты көрініс. Бірақ Хейли бұған қарамастан одыраның үйіне келеді, есігін қағады. Ешкім ашпайды. Сол сәтте оған адам ешкі тап береді. Бірақ Хейли бөтелкемен ұрып, оны есінен тандырады да қашып үлгереді. Біраз уақыттан соң адам ешкі есін жинап, Хейлиді іздеуге шығады. Алайда батыл аққұба қыз оны бірінші тауып алып, балтамен жазалайды. Нашар күні бар қызды ренжітуге болмайтыны анық. Хейли монстрдың маскасын жұлып алады. Бұл оның бұрынғы күйеуі. Ол орманда әкесін мұрагерлік үшін өлтірген екен. Енді Хейлиден құтылмақшы. Бірақ одыра үлкен балтамен әпкесін құтқарады. Бірнеше минуттан кейін апалы сіңлілі қыздар өзара төбелесіп кетеді. Екеуінің қарым-қатынасы бұрынғыдан жақсы емес екені байқалады.
Хейли жасырынып үлгереді, бірақ Одра оны тауып алады. Сөйтіп екеуінің арасында балталар мен эпикалық шайқас басталады. Ақырында Одра жеңіске жетіп, Хейлиді есінен тандырады. Бұл уақытта Дивон мен Атем Таппов үйінің маңындағы орманда серуендеп жүріп, ешкі тауып алады. Бақытымызға орай, бұл кәдімгі ешкі, монстр емес. Таң атады. Тағы бір ешкі жағалау бойында жүреді. Барлық ешкілер Дивонға тиесілі болып шығады. Олар жігіттен қашып кетіпті. Дивон Атемге шығанақта шомылуды ұсынады. Бірақ көп ұзамай екеуі айналада қызылдақтарды байқап, Таппов үйінің жанындағы қонақ үйге қарайды. Жұп бұл жерден тезірек кетуді шешеді. Олар үрейленіп тұрғанда арттарынан Одра екі балтамен шығып, Дивонды опасыздығы үшін жазалайды. Атем қашуға тырысады, бірақ Одра оны қуып жетіп, жерге құлатады. Кейін Одра сабырлы түрде үйіне оралып, қонақ үйге кіреді. Өкінішке қарай, Риз әлі сол жерде. Одра оған жастық жауып, сыртқа шығып, үйінің алдына сатылады деген тақтайшаны қайта қояды. Видео ұнаса лайк, подписка, комментті аямайық. Арнаға жазылмаған болсаңыз, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Тезірек 100 000 оқырманға жеткізіп тастайық. Келесі кездескенше.